Түргеш қағанатының құрылуы. Жер аумағы жетісу. Енді бұл жерде білуіміз керек, түргеш қағанатының тайпалар екіге бөлінді. Біреуі сары түркештер, екіншісі қара түркештер. Сары түркештер ілелік деп те айтылады, қара түркештер шулық деп айтылады. Сонда іле мен шу өзендерінің аралығында орналасты. Негізгі жер аумағы жетісу болып табылады. Бас ордасы Суяб қаласы орналасқан жері Шу өзенінің бойында. Екінші ордасы Күнгіт қаласы Іле өзенінің бойында орналасқан. Күнгіт қаласының негізін қалаған бұл Күнгіт тайпалары. Сонда түргеш қағанатында сары түркештер, қара түркештер және Күнгіт тайпалары мекендеген. Енді біздер түргеш қағанатының жер аумағын карта бойынша қарайық. Мынау біздерде Балқаш көлі, осы Балқаш көлі оңтүстікке қарай. Бұл жерде біздерде жетісу деп айтылады. Іле өзенінің бойында орналасты. Мына қызыл сызықпен берілген түргеш қағанатының жер аумағы. Астанасы міне Суяб қаласы деп айтқан болатынбыз. Қасында көршілер қарлұқтар, ұйғырлар, арабтар мен көршілес болды. Жетісу жерінде орналасты. Түргеш қағанатының билеушілері. Ең алғашқы қағаны Үшлік қаған. Бұл қаған мемлекеттің негізін қалады. Елді 20 әкімшілік аймаққа бөлді. Әр аймақ 7000 әскерден шығарды. Екінші қаған Сақал қаған. Бұл қаған 6 сыныптың оқулығында берілмеген. Бұл 10 сыныптың оқулығында берілген. Билеген жылдары 708-711. Сақал қағанның сұрағы бізде былай келеді. Үшлік қағанның мирасқоры деген сұрақ болатын болса, көбі шатысып, Сұлық қағанды белгілеп жібереді. Бірақ біз Сақал қағанды белгілеп жіберуіміз керек. Осы қағанның тұсында 708 жылы Қытай билеушісінің әскерін талқандайды. Ал 711 жылы шығыс түріктермен шайқас барысында Сақал қаған қаза болды. Сұлық қаған. Сұлық қағанның тұсында түргеш қағанаты 3 жақты күрес жүргізуге тура келді. Ол деген оңтүстік батысында арабтармен және шығысында шығыс түрік қағанатымен, ал оңтүстік шығысында Қытай мемлекетімен күресу керек болды. Бірақ та осы Сұлық қаған 3 жақты күресті құдандалық байланыспен орнатты. Яғни өзінің шығыста көршісі шығыс түрік қағанатының қызын өзінің ұлына әйелдікке алып берді. Өзі оңтүстік шығыстағы Тибеттің патшасының қызына өзі үйленді. Бар күшті арабтарға қарсы жұмылдырды. Сұлық қағанның тұсында елдің ордасы, орталығы Тараз қаласы болды. Түргеш қағанатының саяси тарихы. 706 жылы түрік және соғды әскерлерінің біріккен күштері Бұхара түбінде араб әскерлеріне соққы берді. Ал 740 жылы Қытай әскерлері Тараз қаласын басып алды және түргештердің орталығы Суяб қаласын қиратты. Ал 751 жылы Атлах түбінде Атла шайқасы өтті. Бұл шайқаста араб әскерлері және Қытай әскерлері шайқасқан болатын. Соғыс 5 күнге созылды. Соңғы 5-ші күнінде қарлұқ тайпалары арабтар жағына шығып, нәтижесінде арабтар Қытай әскерін жеңді. Ал бұл соғыстың нәтижесінде Қытай әскер талқандалып, Қытай әскері жетісу жерінен толықтай кері шегінді тастап кетуге мәжбүр болды. Түргеш қағанатының құлау себептері. Бірінші себеп Қытайлармен және арабтармен соғыс, түргештер екі жақты үлкен күреске ұшырады. Екінші себебі шығыс түрік қағанаты тарапынан көрсетілген қысым. Біз мана сабақтың басында айтқан болатынымыз 3 жақты күрес жүргізді. Осы 3 жақты күрес жүргізу түргеш қағанатына өте сондай қиындық алып келді. Үшінші, қара және сары түркештер арасындағы билік үшін күрес. Төртінші, түргеш мемлекеті 756 жылы қарлұқтардың қысымынан құлады. Сөйтіп, қарлұқтар түргеш қағанатының орнында құрылды. Жетісудағы соғдылар.
Соғдылар бұл Иран тілдес халық, Зеравшан, Қашқадария бойларында орналасқан. Бұлар қазіргі Жетісу жеріне келді. Оның үш себебі бар екен. Бірінші себебі, ғалым Бартөлттің айтуы бойынша, соғдылардың Жетісуға келуі саудаға байланысты деп айтты. Екінші себебі, ел ішіндегі тап күресінің өршуі. Бұл, яғни алым-салықтың көбеюі. Бұқара қаласының әмірі Абруйдың бұйрығы бойынша көптеген салықтар салынды. Бұл соғдылардың жағдайын ауырлатты. Үшінші себебі, арабтардың шапқыншылығы. Соғдылар бұрыннан саудамен айналысқан халық, отырықшы халық, бұларға ондай соғыстар керек болмады. Соған байланысты бұлар бейбіт жерді іздеген болатын. Арабтардың шапқыншылығы олардың саудасына кедергі алып келді. 6-8 ғасырда соғдылар Жетісу жеріне қоныс аударған халық ретінде сипатталады. Махмуд Қашқари айтуы бойынша, соғдылардың арасында түркіше сөйлемейтіндер болмағандығын арнайы жазып қалдырған екен. Сонда бұдан соғдылар Жетісу жеріне келіп, арнайы өз тілдерін түрік тіліне алмасып, түріктердің мәдениетін, тілін, дәстүрін қабылдаған екен. Ал түріктер болса керісінше соғдылардан арнайы қала салу, сонымен қатар үйлер салу, отырықшылық мәдениеттің ерекшеліктерін меңгерген. Қорыта айтқанда, түргештер батыс түрік қағанатынан кейін Жетісу жерінде келген ерте орта ғасырлық мемлекет.